Құрылтай бірлік пен әділдіктің, парасат пен елдік мұраттың алтын арқауы. Ол қоғам мен мемлекет арасындағы байланысты нығайтып, әрбір азаматтың құқығын қорғайтын, ел тағдырын шешуде маңызды рөл атқаратын алаң. Сондықтан сайлауға қатысып, дұрыс таңдау жасау бәріміз үшін ортақ міндет болмақ. Профессорлар мен оқытушылар қауымы алдағы саяси науқанға қатысты осындай пайымды пікірлерін айтты. Зиялы қауымның сөзінше, жауапты саяси күні болашағымызға бейжай қарамай, жұмылған жұдырықтай ауызбіршілік таныту қажет. Себебі қуатты мемлекет бірлігі мығым халықтан басталады. Қазыбек би алтау ала болса ауыздағы кетеді, төртеу түгел болса төбедегі келеді деп ынтымақтың құнын ұрпаққа аманат етті. Бүгінгі құрылтай осы бабалар аманатының заңды жалғасы. Бұл елдің сөзін сөйлейтін, халықтың мұңын тыңдайтын, мемлекетіміздің болашағына бағыт бағдар беретін маңызды мінбер деп білемін. Ендеше бабалар жолынан жаңылмайық. Бірлігімізді бекемдеп, татулығымызды сақтап, құрылтайдың әрбір игі бастамасын қолдайық. Еске сала кетейік, елдегі маңызды саяси науқан құрылтай құрамын сайлауға 20 күндей уақыт қалды. Ал 23 тамыз халық жаңа таңдау жасайтын тарихи күн. Бұл ретте жоғары оқу орнының ұстаздары бір палаталы құрылтайға көшудің тиімді тұстарына тоқталды. Айтуларынша, бұл қалыптасқан тәжірибеден бас тарту емес, заң шығару билігін заман талабына сай жаңғыртуға бағытталған маңызды қадам. Бұрын екі жақты парламент болатын болса, қазір бірыңғай құрылтайда алыс-тартыс болмай, бәрі бірігіп, сол заңды орындап, тез-тез орындалып, заманға байланысты, цифрлық заман ғой қазір, соған байланысты құрылтайымыз өте бір шешіммен қабылданған дүние деп ойлаймын. Біз халық болып бірігіп, осыны қолдап, 23 тамызда барлығымыз сол құрылтайға ат салысып, сайлауға қатысайық.